English Plus Grade 5 for Kazakhstan Students Book Unit 6 page 74-75. Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі тақырыпта 74-ші бетті талқылайтын боламыз. Speaking, asking questions in class. Exercise 1. Look at the photo. Where are Rosa and Tom? Суретке қараймыз. Бірінші жаттығуда Роза мен Том қайда? They are in class at school. Олар мектепте, сыныпта отыр, иә? Келесі тапсырма exercise 2. Complete the dialogue with the words in the box. Then listen and check. Екінші жаттығуда астындағы қияшықтағы сөздерді қолданып, диалогты толықтырыңыз деген тыңдалымды тыңдап, тексеріңіз. Tom, can you speak German? Yes, I can. Why? Сен неміс тілінде сөйлей аласың ба, Том, деп сұрап тұр. Я, сөйлей аламын. Не болды? I don't understand this. Мен наны түсінбей тұрмын. How do you say read in German? Оқы дегенді неміс тілінде қалай айтсақ болады? I think it is listen. Менің ойымша ол listen. Sorry, can you say that again? How do you pronounce it? Кешір, қайттан айта аласың ба? Оны қалай айттың? It is listen. Ол listen. Can you spell that for me, please? Оны дыбыстап айта аласың ба? Өтінемін. Yes, of course. It is L-A-S-E-N. Okay, thanks. Жарайды, рахмет. Exercise 3. Listen to the key phrases. What are the responses to the key phrases in the dialogue? Practice the dialogue. Үшінші жаттығуда негізгі сөз тіркестерін тыңдайсыздар. Диалогтағы сөз тіркестерін қолданып, келесі астындағы сұрақтарға жауап берулеріңіз қажет. Диалогпен жұмыс жасайсыздар. Key phrases, classroom language. Can you speak German? Бұл диалогтан алынған сұрақ. Дәл осыған диалогтағы жауаптарды беріп шығуымыз қажет. Yes, I can. How do you say read in German? I think it is listen. Sorry, can you say that again? It is listen. How do you pronounce it? It's L-A-S-E-N. Can you spell that for me, please? L-E-S-E-N. Listen. Дәл осылай жауаптарын жазып шығасыздар. Language point can for requests and ability. Сұраныс пен қабілет үшін біз can-ді қолданамыз. Сол бойынша жаттығу жасайтын боламыз. Exercise 4. Match questions 1 and 2 with answers A and B. Which question is a request? Find another request in the dialogue. First, can you speak German? B жауабы бұған жауап болады. Yes, I can деп жауап берсеңіз, дұрыс жауап болады. Бұл жерде can-ді бірдеңені сұрау мақсатында қолданып тұр. Second, can you spell that for me, please? Yes, of course. Я, әрине деп жауап беріп тұр. Тағы да диалогтың ішінен can қолданылған сөйлемдерді табуларыңыз қажет. Бұл жерде can you say that again деген сөзде сұрау мағынасында келіп тұр. Соны да жазып қойсаңыздар болады. Exercise 5. Work with a partner. Take turns to ask questions with can. Can you think of more questions? 5-ші жаттығуда серігіңізбен жұмыс жасайсыз. Can-ді қолданып, сұрақтарды толықтырып шығуларыңыз қажет. Одан да басқа көптеген сұрақтар ойлаңыз деген. Бұл жерде сөйлемдердің барлығында басына can you қойылып жазылады. Can you speak Japanese? Сіз жапон тілінде сөйлей аласыз ба? Can you do my homework, please? Менің үй жұмысымды жасай аласың ба? Өтінемін. Can you dance? Can you make a cake for me, please? Can you sing? Can you buy me a present, please? Can you cook? Дәл осылай can-ді қолданып, сөйлемдер, сұрақтар құрастыру керек. Can you speak Chinese? Қытайша сөйлей аласың ба? Can you do that? Can you help me? Маған көмектесе аласың ба? Келесі тапсырма exercise 6. Ask and answer the questions. Сұрақ қойып, сұрақтарға жауап беріңіз. First, can you speak Russian? Yes, I can. Second, how do you say understand in your language? Түсіну дегенді өзіңіздің тіліңізде қалай атайсыз деген
Бізде understandті түсіну деп айтамыз, иә. 3. How do you pronounce the name of this book? Бұл кітаптың атын қалай айтасыз? English plus. 4. How do you spell the chimpanzee? Chimpanzee дегенді қалай айтасыз деген? Chimpanzee. 5. Sorry, can you say that again? Yes, I can say that again. Chimpanzee. Келесі тапсырма exercise 7. Test your partner. Use the key phrases and the vocabulary from the units 1 to 5. 7-ші жаттығуда өзіңіздің серігіңізді сынап көріңіз деген 1-ден 5-ші бөлімге дейін болған бөлімдерден сөз тіркестері мен сөздік қорын қолданыңыз. Сіздер бұл сұрақтарға 1 мен 5-ші бөлім арасындағы кез келген сөзді, жаңа сөзді алсаңыздар болады. Мысалы, pizza delivery boy деген бір сөз тіркесін алайық. Алдыңғы тақырыптарда өткенсіздер. How do you say тасымалдау in English? Сіз тасымалдау деген сөзді ағылшын тілінде қалай айтасыз деп сұрақ қоясыз. How do you pronounce this word? Delivery. How do you spell it? Оны әріптеп қалай айтасыз? D-E-L-I-V-E-R-Y. Дәл осылай басқа да сөздерді жасауларыңызға болады. Кейінгі тапсырма exercise 8. Look again at the dialogue in exercise 2. Change the blue words, then practice your new dialogue. 8-ші жаттығуда қайтадан 2-ші жаттығудағы диалогқа қарайсыздар. Көкпен жазылған сөздерді өзгертіп, қайтадан өзіңіздің жаңа диалогыңызды жасауыңыз қажет. Мысал ретінде мына диалогты алайық. Әділ, can you speak Russian? Yes, I can. Why? I don't understand this. How do you say read in Russian? I think it's читать. Sorry, can you say that again? How do you pronounce it? It's читать. Can you spell that for me, please? Yes, of course. It's Ч-И-Т-А-Т мягкий знак. Әсел, okay, thanks. Дәл осылай жасауларыңызға болады. Немесе қалаған диалогты қалаған сөздеріңізбен жасап жазып шықсаңыздар болады. Келесі бетте жаңа тақырып Writing a report. Exercise 1. Look at the questionnaire and read the report. What are Mehmet's answers to questions 1 to 10 in the questionnaire? Бірінші жаттығуда сауалнамаға қарайсыздар және астындағы есепті оқисыздар. Және осы 1-ден 10-ға дейінгі болған сауалнаманың сұрақтарына Мехметтің жауабы қандай деген. Алдымен есепті оқып алайық. Language report. Mehmet Sadık. Mehmet studies at school in Antalya, Turkey. His native language is Turkish, but he also speaks some German and English. At school, Mehmet studies 3 hours of English and he does 2 hours of homework. He likes listening, learning vocabulary, and watching DVDs, but he doesn't like speaking and acting. He sometimes watches DVDs in English, but he never listens to English music. He thinks that his English is okay, but he wants to improve his speaking, pronunciation, and writing. Енді сұрақтарға жауап берейік. First, where do you go to school? Бұл жерде біз Мехмет болып жауап береміз. I go to school in Antalya, Turkey. Second, what is your native language? My native language is Turkish. Менің ана тілім түрк тілі. 3. Do you speak or understand any other languages? I speak some German and English. 4. How many hours a week do you study English at school and at home? I study 3 hours at school and 2 hours at home. 5. When you study, which 3 of these things do you like most? I like listening, learning vocabulary, and watching DVDs. 6. Which things don't you like? I don't like speaking and acting. 7. How often do you watch TV programs or DVDs in English at home? I sometimes watch DVDs in English. 8. How often do you listen to English music? I never listen to English music. 9. Do you think that your English is?
Not very good, okay, quite good, very good. I think my English is okay. 10. What do you want to improve? I want to improve my speaking, pronunciation, and writing. Exercise 2. Study the key phrases and rewrite them with your information. Change the words in green if necessary. Сөз тіркестерін қарап, қайтадан өзіңіздің жауабыңызды беруіңіз қажет. Және керек болған кезде жасылмен жазылған сөздерді өзгертіп жазуыңызға болады. Мысалы, he'sді біз ұл бала қолдансақ, he'ны қызға қолданамыз. Мысалы, бір қыз туралы немесе өзіңіз туралы айтсаңыз, her native language is Kazakh. She does 1 hour of homework. Ол 1 сағат үй жұмысын жасайды. Немесе бұл тапсырманы ұл бала жазса, he'ді қолданасыздар, қыздар жазса, she'ді қолданасыз. She thinks that her English is very good. Оның ағылшыны өте жақсы деп ойлайды. She wants to improve her listening and speaking. Ол өзінің тыңдалым және айтылымын жақсартқысы келеді. Language point punctuation. Exercise 3. Complete the rules, then find examples in the text and in the questionnaire. Бұл жерде ережені толықтырып жазуларыңыз қажет, астындағы сөздерді қойып, және текст мәтіннің сауалнаманың ішінен мысалдарды тауып қарайсыздар. Rules, ережелер. Use capital letters at the beginning of a sentence with names, countries, nationalities, and languages. Біз бас әріптерді сөйлемнің басында, адам аттарында, мемлекет аттарында, ұлттарда және тілдерде үлкен әріпті, бас әріпті қолданамыз. Use commas in pauses and for lists. Біз үтірді үзілістерде және тізімдерде қолданамыз. Use a full stop at the end of a sentence. Нүктені сөйлемнің соңында қоямыз. Use a question mark at the end of a question. Сұрақ белгісін біз сұраулы сөйлемнің соңында қоямыз. Exercise 4. Activate follow the steps in writing guide. 4-ші тоғыда жазба нұсқаулығындағы қадамдарды орындаңыз деген. Writing guide. Жазба нұсқаулығы. Бұл жерде 4 тапсырма берілген. Write a language report about a person in your class. Өзіңіздің сыныбыңыздағы бір оқушыға тілдік есеп жазуыңыз қажет. B. Think and plan. Ойланыңыз және пландаңыз деген, жоспарлаңыз. Think of your answers to the questionnaire. In exercise 1, prepare to answer the questions. Дәл бірінші жаттығудағыдай сауалнамаға жауаптар жазуыңыз қажет және сұрақтарға жауап беруге дайындалыңыз деген. C. Write, жазыңыз. Paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3. Paragraph 1. Answer to part A. Studies at the. Paragraph 2. Answer to part B. At school studies. Екінші параграфта сіздер мектепте оқиды деп бастайсыздар, ал үшінші параграфта ол ойлайды, оның ағылшыны деген сұрақтарға жауап беріп толықтырып жазасыздар. D. Check. Тексеріңіз деген spelling and punctuation. Емле айтылуына және тыныс белгілеріне қарайсыздар. Мысал ретінде, дәл Мехмет Садықтың есебі, тілдік есебіне байланысты бізде өзіміздің сыныптасымызға бір есеп жазайық. Amir studies at school in Astana, Kazakhstan. His native language is Kazakh, but he also speaks some Russian and English. Екінші параграф басталады осы жерде. At school деп. At school, Amir studies 3 hours of English and he does 3 hours of homework. He likes speaking, learning vocabulary, and watching films, but he doesn't like grammar and writing. He sometimes listens English music, but he never watches English news. Ол ағылшынша музыкалар тыңдайды кейде, бірақ ол ешқашан ағылшынша жаңалықтар көрмейді. He thinks that his English is good, but he wants to improve his listening, pronunciation, and writing.
Ол ойлайды оның ағылшыны жақсы деп, бірақ ол өзінің тыңдалым, айтылым және жазылым дағдыларын дамытқысы келеді. Дәл осылай жазсаңыздар болады. Бұл жерде өз қалағаныңыз бойынша, себебі сіздерде басқаша ой болуы мүмкін, басқаша жазуларыңыз мүмкін. Немесе басқа тілден оқып келген басқа ұлт өкілін жазсаңыздар да болады. Осымен 75-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге пайдалы, түсінікті болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.